Құрметті бәке, тағы бір амандасып болсақ. Ассалам. Бағана неге толтырмадыңыз, мен соны түсінбеймін. Құқық бұзушылық анықталды. Шарасын көріп жатыр. Жоқ, дұрыс қой, бағана. Артындағысында ремен жоқ. Артындағысында ремен жоқ, ол алдындағының ремені. Олар сонда артында не ремен жоқ па не бұл Нивада? Тоқтатсаң ана алдындағы планшетті өздеріне артындағысына толтыртады ме? Планшет панелде тұр. Планшет көрдім. Бейже регистратор бар. Ойда. Жан, түсіріп қойын ба? Жүре бер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, құрметті инспекторлар? Амансыздар ма? Атыңыз? Бақтияр. Бақтияр. Әділ? Машалла, бұрынғы Әділ ма? Сіз белдік жоқ па артында? Белдік қарастырылмаған ба? Белдіксіз көлік құралы бола ма? Белдік жоқ па деймін артында? Түсінбедім де, қазақшалап айтып отырмын ғой. Бақтияр? Қайда белдігі? Түсіңізші? Мүмкін сразу артын ашасыз. Сразу артын аштырсаңыз. Артында қысылып қалған сиденьенің артында. Көріңізші, артын ашып. Іштен артын аштырып жіберіңізші. Сіз жұмыстасыз? Қызметтік куәлік. Жұмыста болсаңыз. Поэтапно бастайықшы деп жатырмын да. Участковый полиция инспекторы. Сапаров Бақтияр. Сізде Бақтияр, мына кісіде Бақтияр ма? Машалла, екі Бақтияр бар екен ғой. Қайсыңыз Бақтияр екенін қалдым ғой. Неге алдына планшетке қойып алған, планшетті алдына лобовойға қойып алғансыз? Әдеке? Иә, түсіндім ғой, 102 Сол бойынша ана жерде тазалау барысында шыққанбыз. Әділхан, бол, Әдеке? Сол бойынша шыққанбыз. Әдеке, бізде білесіз ғой заңда. Енді қоймаңызшы, өтініш. Енді қоймаңызшы. Кейіннен енді сіз водительсіз ғой. Бізде қызметкер Бақтияр бар да, сіздің құқық бұзғаныңызды Бақтияр сізге хаттама толтыра ала ма? Құзырлы орган ба? Басшы құрамына аласыздар ғой. Кімнің басшы құрамына? Біздің басшы құрамына аласыздар. Біздің нарушение бойынша басшы құрам біздің шара өздері көреді, білесіз. Жоқ. Ол шара көру, ол ішкі тәртіп бойынша. Мен сізге мынаны айтып жатырмын. Әкімшілік бұзушылық кодексі барлық халыққа бірдей тарайды ғой. Сіз сол халықтың ішіндесіз ғой. Әлде сізге ерекше жүре ма? 596 маған толтырады да, сізге 596 жарым деген толтырып бере ма или? Простой пример айтып жатырғам. Бәрімізге бірдей жүреді ғой. Қауіпсіздік белдігінің статьясы қандай? 593. Например, маған 593 толтырып, сізге 593-те 5 деген толтырмайды ғой, дұрыс па? Дұрыс қой, екеумізге бірдей үкім жүреді ғой. Әкімшілік бұзушылық кодексі ғой, бәрімізге бірдей заң ортақ деген, заң ортақ деген қағидатты ұстанамыз. Ол бастығыңыз ол ішкі шара, ол өз көре береді ішкі тәртіп бойынша. Түсіндіре алдым ба? Сізге қазір мына кісі хаттама толтырып береді, жақсы? Келсез, келіспейсіз. Не бойынша? Сіздің жолаушыларыңыз белдік тақпаған үшін. Сіз білесіз ғой, жүргізушісіз, неше жылдың стажыңыз бар, дұрыс па? Айта берсем. Қараңызшы, Әдеке, сіз басқарып бара тұрып, жүктің жақсы тұрғанын, жолаушылардың отырған, қауіпсіздік белдік тағылған, тағылмаған сіз ескеру керексіз. Түсіндіре алдым ба? Жүргізушісіз ғой. Бақтияр тақпаған. Артыңыздағы жолаушы. Алдыңыздағы әдемі екеуіңіз тағып отырсыз. Мен соған айтып жатырмын да, Әдеке. Артындағы тақпаған, бұл да жолаушы ғой, сіздің жолаушыңыз, менікі емес. Түсіндіре алдым ба? Осының тақпаған үшін сізге толтырады, потому что сіз жүргізушісіз ғой. Жолаушылардың міндетін айтпадыңыз. Түсіндіре алдым ба? Жолаушылардың міндетін айтып түсіндіру сіздің мойныңызда ғой. Жоқ, енді міндетін білсе, тақпаса басқармау керексіз. Түсіндіңіз ба? Сондай бар ғой. Планшет алыңызшы.
Arыз тастаңыз біздің. Қай жерде бар арыз? Жоқ, жоқ, қай жерде? Міне жазбаңыз бар. Нарушение болған шығар, әзір. Міне жазбаңыз бар. Жоқ, қараңызшы, Баке, қай жерде көрдіңіз арыз жазу? Мен, например, бір кісі Қызылдан өтіп кетеді де, арыз жазу деген жоқ қой, полиция келеді. Жазбаңыз бар дұрыс па? Енді осы бойынша Шағым шағым көріп хабарлама береді ма? Жоқ, қалдырыңыз. қай жақтан алдың сен арыз деген? Сен не деген бюрократия құрып алдың? Кім айтты сізге? Әлде басқа елдің заңымен жүреміз ба? Басшылық құрам бар, басшылық құрам бар. Басшылық құрам сөйтіп айтты ма? Не арыз алыңдар деді ма? Басшылық құрамға айтасыз, міне осындай тастайсыз өздері. Инспекция бар өзі. Жоқ, қараңызшы, әдеке, заң бұздыңыз ба? Мойындап тұрсыз ба? Бұзғаныңыз? Мойындап тұрсыз, иә? Бірақ шара көрмейсіз сіз. Сіз полиция ретінде шара көрмейсіз. Көреміз. Көрсеңші енді. Шара көреміз. Қазір ол жолдайсыз дұрыс. Аха. Біздің басшы құрам шақырады. Осында нарушение болды. Жоқ, сіз дәл қазір шара көрсеңізші. бойынша шара көреді. Шара көреді ол. Сонда шара көруден бас тартасыз ба? Шара көретін Анықтап бер. Әкімшілік бұзушылықты. Мен қазір шара көруіңізді қалап тұрмын. Қоғам ретінде. Шамы болады да қазір бақса. Ха? Басқа Қоғам ретінде планшетіңді алыңызшы өтініш. Сізге айттым мен. Басшылық құрам байласыз өзі. Әкімшілік хаттамасын толтырып береді. Жоқ, қаяқтан алдыңыз ол заңды? Хабарламасын береді. Ол заңды қаяқтан алдыңыз? Дәлелдемесін. Ол заңды қайдан алдыңыз? Әлде Қарабұлақта басқа заң жүре ме? Бәрімізге бірдей. Қазақстан заңы бірақ оған бірақ амал жасаймыз. Түсіндіңіз ба? Планшетті алыңыз, хаттама толтырыңыз жүргізушіге. Сізден өтініш қылып жатырмын. Қоғам ретінде талап қойып жатырмын сізге. Басшылық құрам. Басшылық құрам не? Халықтың бәрін атып жіберсе атып жібересіз ба не? Заңсыз нәрсеге бара бересіздер ма? Жоқ, заңсыз нәрсеге барасыздар ма деген ғой. Визитпен келдік. Хорошо, нарушение болды. Түсіріп алыпсыз. Жақсы, мынан Техас мотор бар ма? Техас мотор бар. Техас мотордан қалай өтті? Белдігі жоқ, артындағы белдігі жоқ. Білесіз ғой, Техас мотор мынандай үлкен парақ болады, ақ парақ болады. Бәрінде галочка қойылып тұрады, иә, белдігі бар деп. Бізді Техас мотор өткізбей шығармайды жұмысқа. Неге? Жұмысқа шығартпайды да, өткіземіз, нағыламыз. Көрейікші. Белдігі бар шығар мүмкін, артында қысылып тұрған шығар. Сиденьені көтеріңізші, әдеке. Вызовыңыз болды ғой, келіп орындадыңыз ғой, бәрі алды. Екі сынақтан. Так, қашаннан қашанға дейін? Числосы. 2025-07. 26-ға дейін, көрдіңіз ба? Жоқ. Бұл өткен уақыты ма? Өткен уақыттан мына уақытқа дейін да. 26-ға дейін. Дұрыс. Қараңыз, өтті. Енді қараңызшы. Мына жерге қояйық. Ашыңызшы. Белдікте бәрінде уже болды. Бұл істеп тұр деген сөз. Белдігіңіз жоқ қой. Кім өткерді бұны? Әдеке, белдік жоқ болса өтпей керек қой Техас мотордан. Например, қараңызшы. Қазір есіңіз жабыңыз. Ручкасы жоқ. Өте ма Техас мотордан? Өтпейді. Баллон 4 түрлі. Өте ма? Өтпейді. Болды, жоқ. Өтпейді. Сол сияқты. Қазір бізге хабарлама түсірген. Жоқ, болды, кете беріңіздер. Болды, кете беріңіздер. Мынада жүресіздер ма сіз? Бізге не қылыңыз? Мынада отырдыңыз ба сіз? Жоқ, біз мен отырдым. Артына отыра алмайсыз ғой. Белдігі жоқ қой. Қараңыз. Таксимен барсаңшы. Шағыңыз болып білдіріңіз. Мен сізді апарып тастайын байлай. Жоқ, біз басып барады. Сізді апарып тастайын, артында белдігі бар машинамен. Жоқ, Бақтияр мырза, сіз біз үшін қымбат азаматсыз ғой. Қазір бірдеңе болып қалса не істейсіз? Халық қайта звондап жатқан. Түсіндің ғой, енді қазір неисправный көлік құралымен жүре бересіздер ма? Өздеріңіз заң бұзасыздар да, бірақ біреуден заң талап етесіздер. Әдеке, өздеріңіз заң бұзасыздар, біреуден заң талап етесіздер ма? Қандай болып кетті өзі? Әлде халық екіге бөліп жарып жатсыздар ма? Тоқалдың баласы, бәйбешең баласы деп. Сондай шығар мүмкін. Қайда үшінші әріптесіңіз? Белдік болмағаннан кейін қаласыз. Енді сіз толтырудан бас тартасыз. Әкімшілік шара көруден бас тартасыз. Жоқ, бас тартпаймын мен. Жауапкершілікке тартатын. Жоқ, жауапкершілік деп отырған жоқпын. Әкімшілік хаттама. Ол хаттама, например, қараңызшы. Артқы бампері жоқ, жүруге бола ма? Көлік құрал. Болмайды, иә? Қазір болмайтын болса сіз шара көру керексіз ғой. Бастыққа айт дейсіз ба? Жоқ, басшылық. Айтыңызшы, басшы құрамға айт дейсіз ба? Полиция қызметкерлері болады. Қайдан алдыңыз ол заңды? Қай жерде жазылған? Не приказ? Қандай приказ? Айтыңызшы. Басшылық құрам жауап. Жоқ, енді сіздер қараңызшы. Сіздер бүйтесіздер. Қараңыз. Баке. Заңмен жүресіз. Қараңыз. Қағидатпен жүресіз, норма стандарттарымен жүресіз. Болды, осы төртеумен ғана жүресіз. Көп болса бір бұйрықтар шығады министр тарапынан. Осы бесеуінің не қайсысына сүйеніп жатсыз? Қай жерде жазылған? Мүмкін мен білмейтін шығармын. Ішкі бұйрық. Ішкі бұйрық. Қандай ішкі бұйрық? Халық арасында пайдаланбайтын болса. Ол ішкі тәртіп бойынша шара көре береді ол. Бағана выговор дейді ғой. Қатаң тәртіптік шара көреді. Оны кіріп жатқан жоқпын мен оған. Қазіргі болып жатырған әкімшілік бұзушылыққа шара көрмейсіз. Шара
полиция ретінде бездейсіз бе? Көрілетін болады. Сізге хабарламасын береміз. Тек сондай ғана, иә? Болды, солай ғана болып бекітілді, иә? Қай жақтан алдыңыз сол заң? Хабарламасын береміз. Қайдан алдыңыз сол? Неге Чимкентте сразу көреді шара? Қосымша облыста? Түркістан облысы полиция департаменті баспасөз қызметінен жауап. Жақсы бәке. Саулығыңыз тілеймін. Жақсы, давай. Құрметті Ермек мырза, сіз келгелі бір осында өкпет заңдары. Басшы құрам көреді екен. Сіз хаттама толтырып береді екенсіз. Олар толтыра алмайды екен. Нарушитель келді. Адеке, дұрыс қой, сіз сол жерде мойындадыңыз. Қасыңызда хаттама толтырмады, білмеймін. Толтырым, басшылар толтырады деден. Бастықтың алдына келіп тұрмыз енді. Нұржан, толық өзіңіз таныстырып өтіңізші. Жоқ, айта салсаңызшы ауыз. Полиция майор Султанбаев Нұржан Абусейтович. Султанбаев Нұржанның алдына келді. Сізге хаттама толтыру үшін. Айттыңыз ғой өзіңіз, бастық толтырады дедіңіз. Кім толтырайым деп жатыр қазір? Мен толтырдым. Сіз аты жөніңіз? Полицияға лейтенант Лесхан Дулат. Лесхан Дулат, иә? Дулат, иә. Сіз көрдіңіз бе әкімшілік бұзушылықты? Жоқ, анықтаймыз қазір. Бірінші анықтап алмайсыз ба случайно? Видеосын көріп қой енді қазір. Видеода тағы да көреміз. Жоқ, неге Бақтияр толтырмады, мен соған таңғалып отырмын. Әлде оның бекітілген планшет жоқ па еді? Сары Бақтияр. Екі Бақтияр бар екен ғой? Жоқ, қасындағы сары жігіт. Осы жігіт Неге? Жоқ. Бұл өзі артында, бұл да толтыра алады. Неге сіз де толтыра аласыз? Бірақ ана кісі не себептен толтырмады? Басшы құрам толтырады деді да. Мен соған қатты таңым бар. Әрбір полиция қызметкері құқық бұзса, осылай жаңа ғимараттың алдына келіп толтыра аламыз ба? Ол қай жақтан кім? Қабденов ойлап тапты ма, әлде жаңа далаға бақ. Мұрат Ермеков ойлап тапты ма ол заң? Өзі 5 нәрсемен жүресіздер. Заң, қағидат, норма, стандарт, бұйрық. Осының қайсында жазылған осы бесеуінің? Бағана. Не деп жазылған? Басшы құрам толтырады деген ба? Басшы құрам емес. Құқық бұзды, сол жерде толтырылады. Дер кезінде анықталған жерде толтырылады делінген. Сонда бізде Қарабұлақта кодекс жүрмей ме әкімшілік? Заң Неге бұлар басқа заңды айтты маған? Мен білмеймін. Мүмкін Өзбекстанның заңын айтты ма, Қырғызстанның заңын айтты ма, мен білмеймін. Нұреке, жауап беріңізші. Басшы құрам ретінде. Жоқ, көріліп жатыр ғой енді. Рахмет сіздерге, басшыға, әділ басшыларға. Рахмет. Бірақ неге дер кезінде толтырылмады деймін? Дер кезінде. Бастықтар солай айтты дейді. Жоқ, шақыртуларға кетіп қалды ғасыға. Жоқ, ол шақыртуға дейінгі 10 минуттық диалогты айтып жатырмын. 10 минут видео түсіріп тұрдық қой сол жерде, 9 минут 56 секунд түсірдік. Жоқ, жаңа сіздер видеосы жүрген екен көрдім. Енді көрдіңіз ғой 10 минуттық видео. Міндетті шағасы көрдім. Түркістан облысы полиция департаменті Сайрам ауданы полиция басқармасының Қарабұлақ поселкелік полиция бөлімшесі. Келіп тұрмыз хаттаманы толтыртуға арнайы. Міне Бақтияр мырзаның өзі шықты. Құрметті бәке, тағы бір амандасып болсақ. Ассалам. Бағана неге толтырмадыңыз, мен соны түсінбеймін. Құқық бұзушылық анықталды. Шарасын көріп жатыр. Жоқ, дұрыс қой, бағана 920. Нива деп жазсын. Бұған не деп толтырып жатсыздар қазір? Қай бап 593-ні? Екісі қауіпсіздер емес, ескертпеген. Ескертпеген үшін, е? Бұны жүргізушіге толтырып жатыр, е? Яғни жолаушылардың міндетін түсіндірмеген үшін. Дұрыс па? Бәке, Бақтияр, сіз неге тақпағансыз белдік? Тақпаған, мен қазір хабарламаны сол үшін шығып кеттік. Мен сізге бейнетаспаға сразу айттым ғой. Ha? Қазір ол хабарламаны не қылайды дедім. Жоқ, не үшін тақпай отырдыңыз деймін сол кезде артында. Белдік. Қауіпсіздік белгісі несі болған жоқ қой? Жоқ па? Жоқ, е? Жоқ көлігін біздің ПДД бойынша басқаруға бола ма, болмай ма? Сіз водительсіз ба? Мен сізге тікелей айттым ғой. Болмайды дедіңіз, е, сол жерде де, е? Содан кейін алдына отырып алып кеттіңіз. Хабарламаны барып кетеді. Енді қараңызшы, хаттама толтырып отырған Бақтияр мырза, жолаушы бар ғой отырған, яғни пассажир дейміз ғой, оған толтырыла ма? Оған қандай бап толтырылады? Ескертпеген үшін жүргізуші. Жоқ, оны жүргізушіге бір, енді тақпаған үшін ше. Бұл айтты, ескерттім, біледі ғой міндетін деді. Міндетін біледі екен. Тақпаған үшін. Ескертпейді ма? Бұл айтты. Ременге мен бағана водительмен қоямыз. Бар жас бересің ременге. Ол ременге әжімді қаттама толтырылады. Енді вопрос әсеге не болып? Жолаушыға.
Жолаушыға? Тақпаған үшін. Жолаушыға болғанда жолаушыға мен міндеттер қойдым ғой, дұрыс па? Жолаушыға Сіз айттыңыз ғой енді міндетін білет дедіңіз ғой сол жерде маған. Әлде екі сөз сөйлейсіз ба? екі сөз сөйлемей бағанада бар шығар. Иә, міндетін біледі ғой дедіңіз. Енді тақпаған болып тұр ғой. Жаңа тақпады. Иә, енді заң. Сіз маған келдіңіз. Иә. Ескертпедіңіз дедіңіз. Иә. Дұрыс қой енді біз водительді біттік қой. Жақтан нарушение анықталды екен. Қараңызшы, мен кейде трассаға шығамын да, әйелім артында отырады. Тонированный арты көрініп тұр. Сіздерге енді ол рұқсатты біз Жоқ, әйеліме тағып ал деймін. Тағып ал деп. Содан кейін тақтырғаннан кейін басқарам. Түсіңіз ба? Енді тақпаса кімге толтырамыз тағы? Екінші. Тақпаса ол жағы пассажирге толтырады. Енді ол жағы ескерту керек. Ескерту керек ол жағы. Пассажир мысалы мен де әкімшілік хаттама толтырып отқан кезде ескерткем дейді. Дұрыс па сізге? Мен сізге ескертті ма деймін, иә деймін. Ол кісіге ол кезде водительге шара көрмей, мына кісіге көріп беретін кезде болған ол кезде. Сізге ескертті ғой, не үшін осы кісіге шара көрмей? Тақпадыңыз деп, иә? Иә. Дұрыс. Енді бұл жерде мен қазір получается жолаушыға толтыра алмаймыз, иә? Енді мен бұл жерде маған көріп тұрсыздар ғой шығар, әсеке. Мен бұл жерде айтылды. Енді шықтым, вызовпен сізге ол сіз міндетіңізді орындамаған үшін. Енді ол жолаушылық пассажирлік белдігін тақпаған үшін, қауіпсіздік белдігін тақпаған үшін Бақтияр мырза сізге сұрақ қойып жатырмын. Сіз ғой енді бұл жерде толтырушы. Иә. Жүргізуші жауапкершілікке тартылып жатыр. Тартылып жатыр, оны түсіндім. Жолаушы ше? Жолаушыға яғни ескертпеген үшін әкімшілік хаттама толтырдым жүргізушіге. Жолаушыға ше? Жолаушыға қазір әкімшілік хаттамасын толтырып беремін. Болды, күтеміз. Сіз мына кісіге толтыра берсеңізші онда. Жоқ, сен Жолаушыға. саған ескерттім. Бұл айтты, міндетін біледі ғой өзінің деді. Демек бұл тақпаған болып тұр да. Сіз шара көріп берсеңізші? Қайда планшетіңіз? Жоқ, енді ана уақытты үнемдейік дегенім ғой. Елу пайызбен жеңілдік алдыңыз, иә? Бақтияр толтырып жатсыз ба жолаушыға? Мүмкін 744 бағана құқықтарын айтып түсіндірмейсіз ба? Сіз келісесіз ғой? Құқық бұзушылықпен. Бақтияр мырза қай бап толтырып жатсыз? Лазиза апай. Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық кодексінің 615-ші бабының 1-ші бөлімі жауапкершілікке тартылатын болады. Бірінші? 615? Рұқсат етілмеген жерден өту ма? 615 жаяу жүргіншілерге арналған ғой. Жоқ, ол кімдікі жалпы? Ашып қараңызшы 615-ті. Ішінде пункті басқаша ма? Жоқ, бір именно жаяу жүргіншілерге арналған. Айдеке, сіз УПИ жұмыс істедіңіз. 615-тің бірі. Рұқсат етілмеген жерден кесіп өту. Бізге бұндай баптың не керегі бар? Ремень тақпаған жолаушыға қатысты. Жоқ, сен бана ескерттің ба, ескертпедің ба? Айтып отырмын сол, құқықтарын түсіндірдіңіз ба? 144-ті білесіз ба? Сондағы екі-ақ пункті ғой жұмыс істейтін. Құқық бұзушыға. Қазір өзі айтады ғой. Мен сізге айтып тұрмын ғой, кодекс егер ауысып кетпеген болса, бүгін түнде ауысып кетпеген болса, 615-тің бірі ол жаяу жүргіншілерге арналған. Жолаушыларға арналған хаттама толтыру керек. Түсіндіре алдым ба? Оқыдыңыз, иә? Жаяу жүргіншілерге арналған, иә? Рұқсат етілмеген жерден кесіп өту. Дұрыс па? Танысып жатсыз ба? Иә, 601-мен, 615-пен. Жолаушылар мотошлемде болу керек, белдік тағу керек деген пункт бар ғой. Жақсылап ойлансаңыз табасыз. Так, 593 жол жүрісі қағидаларына көзделген жолаушыларды және жүктерді тасымалдау қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану жөніндегі талаптарды сақтамау. Дұрыс. Яғни ол біріншісі жолаушылар және жүктерді тасымалдау қағидаларын сақтамау дейді. 5 айлық есептік көрсеткіш. Екіншісі қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану қағидаларын сақтамау. Болды осыған. Өзі пункт жолаушылар жайлы. Түсінікті ма? Енді екінші час. Бірінші час бағанақ кісіге толтырдыңыз ғой. Дұрыс па? Ескертпеген үшін. Не өзі, не жолаушылар тақпаған үшін. Бір час оған толтырады. Екіні мына кісіге толтырып бересіз. Қиын емес қой. Бақа, шақырыңыз. Құқық бұзу үшін. Енді сіз айтсаңыз болады, 744 түсіндіріп бер деп. Екеуіңіз де Бақтиярда соны... Бірінші хаттаманың мазмұнымен таныстым деп ғой, толтырғыздың. Мазмұнымен таныстырмай тұрып 744-ті түсіндіру керек. Соның ішінде сіздің құқық бұзушылығыңыз бар. Сіз бүгін жаяу жүргіншілер, рұқсат етілмеген жаяу жүргіншілер жерден өтпедіңіз ғой, сізге 615 толтырайын деп жатыр еді. Ол жанындай. Не дейміз анандай?
заңды өзгерту ма, заңды дұрыс қолданбау ма? Жаяу жүргіншілер, рұқсат етілмеген жаяу жүргіншілерден өттіңіз ба? Жоқ, өткен жоқ. Таптыңыз ба? Иә. Так, сізге жолаушы Қазақстан Республикасы Қажет жоқ, түсінікті. Ұсталып мақұлдаңыз. Сіздің жәрдеміңіз керек болады да, Нұреке. Қазір кетпей тұрыңызшы, өтініш. Осы жерде ме? Осы жерде. Рахмет. Бақтияр мырза, толықтай келісесіз ғой құқық бұзушылықпен, иә? Нұреке, естіңіз ғой, толықтай келіседі. Енді қараңызшы, сіздің азаматтық уәжіңіз бар. Белдігі жоқ көлік құралында не тағасыз? Белдік жоқ артында, Ниваның артында белдік көрсетілмеген. 89 жылғы зилдің алдына отырасыз ғой, белдік жоқ. Водительде де, жолаушылар отыратын жағында да жоқ. Жоқ қой енді, жоқ қой, не тағасыз? Өзіңіздің ременіңізді тағып аласыз ба? Не тағасыз? Или бір жіп тауып аламыз ба? Жоқ қой, жоқ. Ол көлік құралында жоқ. Не істейміз? Мен хабарлама бойынша асап шыққаннан кейін қауіпсіздігін тағуды ұмытып кеттім. Сол бойынша жоқ, ұмытқанда жоқ қой, жүріңізші сол Ниваның қасына жүріңізші, өтініш. Жүріңізші, Бақтияр, сіз де жүріңізші, хаттама толтыратын. Мына 0145 13-ші регион. Көрдіңіздер ма? Белдігі бар. Екі жағында да, ана жағында да бар, мынада да бар. Анан кейін көреміз қазір. Нұреке, жүрсеңізші сіз, сіздің біліміңіз толық кәміл ғой бұл жерде. Нұреке, ана жаңағы водительмен водитель қызметтерін атқара берсін. Иә, водительді алып келсеңізші. Қызмет атқара берсін, асеке. Нұржан мырза, мынау көлік құралы, бағана құқық бұзушының да. Сол үшін жаңа кілтін алып алыңыз деген ғой. Мүмкін мына сидененің артында тұрған шығар деп жатырмын да. Бірақ ол жоғарыдан түседі. Ол жоғарыдан түседі да. Енді қараңызшы, бұл көлік құралын Техас мотордан қалай өткерді? Білесіз ғой, Техас моторда бір болт болмаса өтпейді. Мынау ашылмаса, мынау сынса өткермейді Техас мотордан. Тех байқаудан өткен. Бұны қалай өткергенсіздер Техас мотордан? Ақша берген ба? Анықтаймыз ғой енді, ақша беру деген. Кейіннен сол Техас моторды көрсетті да бағана, Нұреке. Сол Техас мотор өткеріп жатырған мекеме бар ғой? Соларға шара көріңіздер. Қалай өткердің мынаны деп? Анықтайық, асеке біз. Иә. Қай уақытта? Бұл көлікті енді басқаруға бола ма екен? Енді қазір анықтаймыз. Тех байқауы дұрыс емес көлік құралын. Естігенім да. Тех байқауы дұрыс емес көлік құралын енді басқаруға тыйым салады біздің заң бойынша. Нұреке, ашуланбаңызшы, өтінішсіз. Басшы ретінде үлгі болыңыз мыналарға да, артыңыздан ерушілерге. Мен просто айтайын деген, қазір бұны қалай басқарып жүр? Тех байқауы жоқ деп есептейсек бар. Тұр. Бұл жерде әлде басшы құрамдардың осалдығы ма? Жоқ. Әлсіздігі ма? Не бұндай нәрсені жіберіп қойдыңыз? Ана Нивада бар ремен. Жақсы, саулығыңыз тілеймін Нұреке сізге. Алла разы болсын. Машалла, осындай басшы құрамдар, әділ басшы құрамдар көбейе берсін.